Сәлеметсіздер ме? Келесі екі видеода біз иондық құрылымы бар заттар үшін эмпирикалық формуланы құруды үйренеміз. Ең бірінші, эмпирикалық формуланы құрудан бұрын біз иондық қосылыстардың құрылысын қарастырып кетейік. Иондық құрылымы бар заттар, олар оң және теріс зарядталған иондардан тұрады, және иондық қосылыстар бұл үш өлшемді иондық кристалл торын түзеді. Осы иондық кристалл тор түйіндерінде мына суретте көріп тұрғандай оң және теріс зарядталған иондар орналасады. Мына суретте бізге натрий хлоридінің иондық кристалл торы көрсетілген, және көріп тұрғандай осы кристалл торында натрий және хлор иондары белгілі бір ретпен орналасқан. Иондық кристалл торында оң және теріс зарядталған иондар қарама-қарсы зарядталған иондар арасында тартылыс күштерін барынша арттыру үшін, ал бірдей зарядталған иондар арасында тебілісті барынша азайту үшін катиондар және аниондар бізде кезек-кезек жүйелі түрде орналасады. Ал әр катион анионмен және әр анион катионмен қоршалынады. Мына суретте бізге кристалл торының сызба нұсқасы екі өлшемде көрсетілген. Көріп тұрғандай, мына теріс ионды алатын болсақ, ол катиондармен қоршалып, катиондар мен анион арасында тартылыс барынша арттырылу үшін олар осылай орналасады. Ал мына жерде көріп тұрғандай, теріс зарядталған иондар арасында тебілісті азайту үшін бір-бірінен алшақ орналасады. Яғни иондық кристалл торында теріс және оң зарядталған иондар осылай кезек-кезек орналасады. Үш өлшемді сызба нұсқада олар былай орналасады. Мында назар аударатын бір нәрсе, иондық құрылымы бар заттар үшін молекула ұғымын біз қолдана алмаймыз. Яғни иондық қосылыстар бұлар молекулы емес, олар молекул құрылымы заттар емес. Әдетте молекулы құрылымы бар заттарда атомдар белгілі бір бұрышпен орналасады, олардың арасында белгілі бір байланыс арақашықтығы болады, және байланыс бағытталған болып келеді. Ал иондық құрылымы бар заттарда байланыс бағытталмаған, және мына құрылысқа назар аударатын болсаңыз, бұл құрылыста біз тек қана бір дискретті молекуланы бөліп ала алмаймыз. Сол себепті иондық құрылымы бар заттар үшін біз молекулалық формуланы жаза алмаймыз. Біз тек қана эмпирикалық формуланы құра аламыз. Енді эмпирикалық формула не екенін атап кетейін. Иондық құрылымы бар заттар үшін жаңа айтқандай біз тек қана эмпирикалық формуланы жазамыз. Біздің каналымызда ең алғашқы видеолардың бірі бұл химиялық формуланың түрлері болып келеді. Бұл видеода сіз эмпирикалық формула не екенімен таныса аласыз. Эмпирикалық формула бұл заттың құрамындағы атомдардың абсолютті санын емес, атомдар арасындағы қатынасты көрсетеді. Бұны біз бензол молекуласының мысалынан түсіне аламыз. Бензол бұл молекул құрылымы бар зат, оның молекулалық формуласы С6H6. Яғни бір бензол молекуласында 6 көміртек, 6 сутек атомы бар. Алайда сутек пен көміртек атомдардың арасындағы қатынас, көріп тұрсыз, 6 немесе қысқартатын болсақ, бұл 1:1 болып келеді. Яғни бензол молекуласының эмпирикалық формуласы бізге қатынас керек. Бұл 1:1, яғни CH. Тап солай, егер біз ас тұзын алатын болсақ, біз ас тұзы үшін оның шынайы формуласын жаза алмаймыз. Себебі біз қанша ион бар екенін білмейміз. Сондықтан біз тек қана бір формула бірлігі үшін оның эмпирикалық формуласын жаза аламыз. Және натрий хлориді үшін бұл натрий хлор болып келеді. Ал енді иондық құрылымы бар заттар үшін эмпирикалық формуланы біз қалай құраймыз? Иондық құрылымы бар заттар үшін эмпирикалық формуланы құрған кезде біз иондық заттың құрамындағы катион мен анионның зарядын білу керекпіз. Эмпирикалық формуланы құрудың бірнеше әдістері бар. Бұл жерде мен сізге 3 әдісті көрсетемін. Бірінші әдіс бұл нөлдік қосынды әдісі деп аталады. Нөлдік қосынды әдісінде біз иондық құрылым бар заттағы катиондардың толық зарядын және аниондардың толық зарядтарын қосқан кезде бізге ол нөлді беру қажет. Бірінші мысал қарастырайық. Бұл литий фториді. Литий фторидінде литийдің заряды көріп тұрғандай 1+, біз 1-ді көрсетпейміз. Фторда заряд 1-. Егер біз 1+ пен 1- бір-біріне қосатын болсақ, онда бізде 0 шығады. Яғни басқа сөзбен айтқанда, 1 литий ионы үшін 1 фторид анионы қажет болып келеді. Сонда оның формуласы литий фтор болады.
Келесі мысал бізде магний фториді. Магний фторидінде бізде магнийдің заряды 2+, фторидтің заряды 1-. Егер мен 2+ке 1- қосатын болсам, менде әрине 0 шықпайды. 0 шығу үшін мен мына 1- 2-ге көбейту керекпін. Егер мен 2-ге көбейтетін болсам, менде 2+, 2- 0-ді береді. Бұл не деген сөз? Бір магний катионы үшін маған 2 фторид анионы қажет. Сонда менде эмпирикалық формула магний фтор 2 болады. Келесі мысалды қарастырайық. Бұл магний оксиді. Магний оксидінде магнийдің заряды 2+, оксид анионының заряды 2-. 2+ке 2- қосатын болсам, менде 0 шығады. Яғни, бір магний катион үшін бір оксид анионы қажет. Сонда бізде эмпирикалық формула магний О болады. Және 4-ші мысал бұл алюминий оксиді. Алюминий катионның заряды 3+, оксид анионның заряды 2-. Әрине біз 3+ке 2- қосатын болсақ, бізде 0 шықпайды. 3+ті мен 2-ге көбейтетін болсам, ал 2- 3-ке көбейтетін болсам, менде бұл жерде 6+ пен 6- 0-ді береді. Сонда алюминий оксидінің эмпирикалық формуласы алюминий 2, себебі біз оны 3+ті 2-ге көбейттік. О 3 болады. Себебі біз оны оксид анионы зарядын 3-ке көбейттік. Яғни мына әдіспен сіз кез келген иондық құрылым бар заттың эмпирикалық формуласын құра аласыз. Келесі әдіс бұл ең кіші ортақ еселік әдісі. Математикадан біз ең кіші ортақ еселікті табуды үйрендік. Енді бұл әдісті қолдану үшін біз осы литий фторидінен бастайық. Литий фторидінде жаңа айтып кеткенде литийдің заряды 1+, фторидтікі 1-. Егер біз литийдің заряды 1 және фторидтің заряды 1, мен бұл жерде зарядтарына қарамай, 1 мен 1-дің ең кіші ортақ еселігін табатын болсам, бұл 1-ге тең. Енді мен не істеймін? Біз литий фтор деп жазамыз. Литийдің заряды 1+, фторидтікі 1-. Біз мына ең кіші ортақ еселікті бірінші литийдің зарядына бөлеміз, 1 шығады. Сонда мына жерге индекс ретінде біз 1-ді жазбаймыз, және 1-ді біз фторидтің заряды 1-ге де бөлеміз. Сонда да бізде 1 шығады. Яғни бұл жерде бізде ең кіші ортақ еселік әдісін қолданып, литий фторидінің эмпирикалық формуласын тапсақ, бізде литий фтор шығады. Көріп тұрғандай, бір-біріне сәйкес келеді. Магний фторидін алайық. Магнийдің заряды бізде 2+, яғни 2-ні аламыз. Фторидтің заряды 1- 1-ді аламыз. 2 мен 1-дің ең кіші ортақ еселігі 2 болып келеді. Егер біз магний фтор деп жазып алатын болсақ, магнийдің заряды 2+, фтордікі 1-. Бірінші біз 2-ні 2-ге бөлеміз. Бізде 1 шығады, біз оны жазбаймыз. 2-ні біз 1-ге бөлетін болсақ, бізде 2 шығады, оны мына жерге индекс ретінде жазамыз. Сонда магний фторидінің эмпирикалық формуласы магний фтор 2 болып келеді. Магний оксидін алайық. Магний оксидінде магнийдің заряды 2+, бұны 2 деп жазып аламыз. Оксидтің заряды 2-, оны да 2 деп жазып аламыз. Онда екеуінің ең кіші ортақ еселігі 2 болып келеді. Енді магний О деп жазып аламыз. Магнийдің заряды 2+, оксидтікі 2-. 2-ні 2-ге бөлеміз. 1 шығады, оны біз көрсетпейміз. 2-ні 2-ге бөлеміз, оны да 1 шығады. Сонда магний оксидінің эмпирикалық формуласы магний О болады. Келесі алюминий оксиді. Алюминий катионның заряды 3+, оны 3 деп жазып аламыз. Оксидтің заряды 2-, оны мына жерге 2 деп жазып аламыз. 3 пен 2-нің ең кіші ортақ еселігі 6-ға тең. Енді біз мына жерге алюминий О деп жазамыз. Алюминийдің заряды 3+, оксидтің заряды 2-. 6-ны 3-ке бөлетін болсақ, бізде 2 шығады. 6-ны 2-ге бөлетін болсақ, бізде 3 шығады. Және үшінші әдіс бұл зарядты индекске көшіру әдісі. Бұл өте қарапайым әдіс. Бұл жерде біз не істейміз? Біз жазып алайық, бізде литий 1+ деп жазамын, мына жерге 1-ді көрсетіп, бірақ біз 1-ді әдетте көрсетпейміз. Фторидтің заряды 1-. Енді біз оның эмпирикалық формуласын құрғымыз келсек,
мен мына литийдегі 1-ді фторға индекс ретінде жазамын мына жерге, бірақ біз 1-ді көрсетпейміз. Және фторидтің заряды 1, мен оны литийге индекс ретінде жазамын. Яғни крест ретінде жазасыз. Сонда біз 1-ді көрсетпегендіктен литий фторидінің эмпирикалық формасы 1 литий, 1 фтор, литий фтор болып келеді. Тап солай магний фторидін алайық. Магнийдің заряды 2 плюс, фторидтің заряды 1 минус. Бұл жерде мен мына магнийдегі 2-ні фторидке индекс ретінде жазамын. 2 деп. Фторидтегі 1-ді мен магнийге 1 деп жазамын, бірақ біз 1-ді көрсетпейміз. Сонда бізде 1 магний, 2 фторид, яғни магний фтор 2 болып шығады. Магний оксидін алайық. Магний 2 плюс, оксид 2 минус. Мына магнийдегі 2-ні мен оксидке 2 деп жазамын. Оксидтегі 2 зарядты мен магнийге 2 деп жазамын. Алайда, есіңізде болса, эмпирикалық формула бұл зат құрамындағы атомдардың қатынасын көрсетеді. Егер біз магний 2 O2 деп жазатын болсақ, бізде қатынас 2-де 2, немесе біз оны 1-де 1 деп қысқарта аламыз. Сонда бізде магний О болады. Яғни біз 1-де 1-ге қысқартамыз. Және 4-ші соңғы мысал, бұл алюминий бізде 3 плюс, оксид 2 минус. Алюминийдегі 3-ті мен мына жерге 3 деп көрсетемін. Және оксидтегі 2-ні мен алюминийге мына жерге 2 деп көрсетемін. Сонда менде алюминий 2O3 шықты. Көріп тұрғандай 3 әдістің барлығының да принципі біреу. Сондықтан қай әдісті қолдану бұл сізге байланысты болып келеді.